Армысыздар құрметті тыңдарман. Қызық әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл әңгіме 18 жастан асқан ересектерге арналады. Жанар 3 майда баласын кешкісін ерте жатқызып тастап, жаңа алған үйіндегі Аристоны бар душ бөлмесіне кіріп кетті. Күндіз ұялы телефонына SMS келген еді. Ауылдас таныс бір жігіт өзінің үйленбей жүрген сүрбойдақ досы келетінін ескерткен болатын. Мұндай күні ол әйел әбден дайындалады. Балаларына ерте тамағын әзірлеп, ұйқыға да ерте жатқызады. Содан кейін өзі дайындалады. Душқа кіріп, әбден жуынып, шайынып, әдемі иіс суын бар бойына сеуіп, шілтер іш киімдерін киеді. Содан кейін өзі жататын оңаша түпкі бөлмеге үлкен қос төсектің жаймасын тазасына ауыстыра жүріп, шашын да кептіріп алды. Оны арқасына жайып жіберді. Содан кейін сағат түнгі 11-лер шамасында сыртта иттің үріп адам келгені білінді. Бұрын бұлай жүрегі өрекпемеуші еді. Бүгін ерекше күн болды. Жасы 40-қа келгенше үйленбеген бұл жігітті сыртынан ғана білетін. Себебі Жанар бұл ауылға жаңадан көшіп келген еді. Ол көбіне сыртта Алматыда жүретін жігіт, құрылыс жұмысында жүретін. Апасын осы таяуда ғана көрген еді. Балам әлі үйленбеді, кенжемеді. Көзімнің тірісінде келінмен жүргенін көріп кетсем деп айтып отырғанын өткен жолы ғана ауыл емханасында кезек күтіріп отырған кезде естіген еді. Сол кезде бір кінәраты бар ма, неге үйленбеген екен баласы деп ойлап қойған болатын. Сол жігіт енді өзіне келіп тұр енді. Шәуілде бүрген ит дауысы қатты шығып, есік алдына келді. Оны сезген соң өзі де тыпырлап сыртқа шықты. Шықса, сол бойдақ жігіт сауыт екен. Амандасып үйге кіргізді. Екеуі бірден төргі оңаша тұрған түкпір бөлмеге енді. Бұл бөлмеден артық дыбыс шықпайды. Балалар жататын бөлменің есігін сыртынан іліп қойған. Келіншекте бәріне үйреніп алған. Әдетте осындай түнгі жұмысы болатын күні балаларды ерте ұйықтатып, бөлмесін үнемі сыртынан іліп қоятын. Бөлмеге кіре сүрбойдақ жігіт кібіртіктеп үйге кіргелі сөйлемеген еді, тосырқап қалды. Батылдық үшін сәл ұрттаса да оның көмегі шамалы сияқты. Жанардың өзі де 2 аптадай болған, еркек құшағын көрмегелі. Мына сүрбойдақ дәл уақытында дөп келді-ау. Осыны пайдаланғысы келді. Өзі жарықты сөндіріп, жігіт мойнына білегін артты. Әйел батылдығына риза болған бойдақ енді іске өзі кірісті. Білегін бойлай ұстап еді. Сауыт сүрбойдақтың сайманы бас көтере бастады. Бұл жігіттің де әйел көрмегелі біраз уақыты болған екен. Бойы дір етті. Әйел білегін қатты ұстап, өзіне қарай тартып қалып, үлкен төсекке жатуға икемдеді. Білегін ауырсынған әйел болған жоқ. Қайта сүрбойдақ жігіттің бұл ісі ұнап жатқандай. Сауыт жұпар иісі аңқыған тап-таза келіншектің иісіне еліріп қозып кетті. Әйелдің білек сыртынан тісімен әлсіз ғана тістелеп, Жанарды аламан бәйгеге дайындағандай қоздырып жатты. Мұндай тәтті қылық бұл кезге дейін көрмеген әйел бір сәт ол сүрбойдақ жігітке күйеуіндей еркелегісі келді. Еркеледі де. Жігіт әйелдің білегін тістелеген күйі иыққа жетті. Әрі қарай әйелдің арқасын ернінің ұшымен жыбырлата сүйіп, оның 2 иығындағы ілгішін төмен түсірді. Атлас сусылдаған іш киім отырған әйелдің беліне түсті. Топ-томпақ 2 алмасын уыстай ұстап, арқасынан қапсыра құшақтады. Өзінің ыстық денесі
Әйелдің денесіне тигенде оның денесі сап-салқын еді. Жігіт денесі өз денесіне үйкелгенде әйел де шыдай алмай, басын бұрып, жігіттің мойнынан сүйе бастады. Одан көтеріліп, ерінге ауысты. Жайылған толқын шашының астынан мойнынан ұстаған жігіт те әйелді құмарлана сүйіп жатты. Дәл осылай елестеткен еді әйелде. Өзі ойлағандай, жігіт те қиялшыл екені білініп тұр. Сауыт әйелге барарда оның тазалығы мен қылығына қатты мән береді. Әлде бұл кәрғыз сияқты жасы келген соң ба, өзі де білмейді, осы бір кемшілігі бар. Бұл кербез келіншекті сыртынан көріп, көзі тойған еді. Әйтпесе маңынан да жүрмес еді, әсіресе ауыл ішінде. Жартылай жалаңа шаймаласып, сүйіскен екі ойнас, әләзір асығар емес. Белден жоғары тірлікпен әуес болып босамай жатыр. Құдды некелі, ерлі зайыпты секілді ынтызарлана өбісуде. Жігітті әйел өзі де біртіндеп осы төсек үстінде отырғанда шешіндіріп алды. Әбден ынтығу шегіне жеткен кезде екеу ұмар-жұмар төсекке құладау. Әйелдің шілтер лыпасын өзі сыпырған сауыттың сақ құлағы әбден уылжып пісіп тұрған ну орманға өзі енгізе берді. Көзі шырадай жанған екеуі де өте белсенді болды. Ақ сазандай тулаған қызуғанды күйеуі жоқ, төсек аңсаған әйел мен сүр бойдақ әйел көрмеген жігіт те ақ төсекке тулап, көптен аңсаған сезімге беріліп, бар дүниені ұмытып, басқа бір белгісіз әлемге кіріп кеткендей болды. Еркелете бастаған махаббат майданы елітіп, әйелде жігіт ырғағына бүлкіл қосып, еш қалсар емес. Екеуі жасамаған әдіс қалмады. Мауыққан мысықша екі тән бір денеге айналып кетті ма дерсің. Әйел біресе астында, екі сирағы төбеде, немесе екі жақа айқара ашыла, жігітке еш кедергісі келтіргісі келбейтінін білдіріп те жатты. Әлден уақытта еңкейіп, ту сыртынан құшақтаған жігітке оған денесін үйкелей, әйелдің желкесін сүйе-мүйе екпіндеді-ау. Аяғында жігіт шаршады деді ма, әйелдің өзі бар тізгінді қолға алып, атқа жайдақ мінген шабандоздай, басында асықпай, бір қалыпты желіп кетті. Арасында арындап алады. Өз сыбағасын осылай алып, соңында жігіт бойынан да шығарттау. Әйелдің әккі қимылына тәнті болған сүрбойдақ жігіт сауытта, тура сол шыңға шығар тұста дауыстап кетті. Ах-ух деп ыңылдай берді. Қаншама сауна, жын ойнаққа барса да, үлкен қалада дәл мұндай қылықты, қызу қанды, тәжірибелі, тәтті әйелді мен ойнас болмаған екен сірада. Әйел де дәл сол кезде өзі де қалтырап дірілдеп, өз бойынан көзге көрінбес бар жауһарын шығарды ма, біраз уақытқа балқып, ширатылып, төсектің үстінде жата кетті. Бірінші сәтті жақындасудан кейін дем алған екеу тағы да бір рет көрмекші болды. Бұл жолы әйел сөзге келместен бірінші өзі әрекетке тағы көшті. Тыныш қана жатқан сауыттың алтын балғасын тағы да шеге қағуға дайындау үшін оған өзінің қолын жүгіртті. Алтын балға да бәлсінбей өз бабына тез арада келе қалды. Құшақтар қайта айқасып, махаббат майданының екінші бөлімі де басталып кетті. Қайтадан қауышқан ыстық құшақтардың қимылдары бұл жолы алғашқыдай емес, бірақ бір қалыпты сарыммен, бүлкілмен, асықпай, біраз уақытқа созылып барып басылдау. Осыдан кейін тыныстап, біраз уақыт дем алған екеу, құшақтары айқасып, біраз уақыт тыныстап жатты. Содан кейін
Кіші ұлы қыңқылдай берген соң, таң ата екі жұп ажырап, сүр бойдақ сауыт киініп, үйден қоштасып шығып кетті. Ыстық құшақтан шыққан Жанар балалары жатқан бөлмеге кіріп, кіші ұлын құшақтаған күйі ұйқыға кетті. Анасының өзін құшақтағанын білген кішкентай ұлы да көп кешікпей пысылдап ары қарай ұйықтап кетті. Науқас анасымен тұратын Жанар бой жеткен кезде, дәл мектеп бітірер жылы анасы өмірден өтті. Әкесі бұның кішкентай кезінде үлкен қария болған соң ба, ерте дүниеден өткен еді. Ал Жанар бой жеткен кезінде ешқандай ақ босағаны аттамай-ақ, шешесі о дүниелік болғаннан кейін ауылда жігіттермен көңіл көтеріп жүріп, әкеден 3 баланы туды. Содан кейін ол ауылдағылар бұны жақтырмағаннан кейін осы көрші ауылға келіп, өз бала-шағасына қарайлап, тыныш қана өз өмірін сүреді. Ара-арасында өзіне келген түнгі жұмысты осылай жасайды. Ауылдағы кейбір әйелі жоқ бойдақтар, жас балалар, кейде әйелі бар отбасылы ер адамдар да Жанарға келіп жүгінеді. Ал Жанар ол үшін өз ақысын алады. Сол үшін де келіншектің бұл тірлікке еті үйренген. Жақын туыс ағайын да жоқ еді. Әкесі бір атадан қалған жалғыз тұяқ болған соң ба, бұл ауыл тып-тыныш жүрген бұл келіншектің түнгі жұмысын білсе де білмеген болып күй кешеді. Шиеттей бала-шағасымен көшіп келген келіншекке ауылдастары бос тұрған бір үйді босатып, асарлатып жөндеп, сол үйге кіргізген еді. Ауыл әкімі де жаны ашығаннан кейін Жанарды сол кеңсеге пенсияға кеткен үлкен бір апайдың орнына пол жууға жұмысқа алған. Күндізгі жұмысы сол. Әңгіменің соңы.